Сәлем достар, бүгін балды торттың рецебімен бөлісетін боламын. Құрамын төменге қалдырамын, барынша түсінікті етіп түсіндіремін. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне сармайды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымызды салып, біркелкі масса етеміз. Үстіне 2 қасық балымызды саламыз. Сіздерде болса натуральный бал салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Үстіне сүтімізді құямыз. Шекері еру керек. Мына ыдысымызды қайнап тұрған суымыздың үстіне қоямыз. Міндетті түрде араластырып тұруымыз керек. Асты жабысып қалмауы қажет. Біркелкі масса болып, жақсы болып еріді. Саусағымыздың ұшымен массамыз қатты ыстық болмауы керек. Саусақ күйдіретіндей. Міне массамызды алып, үстіне аз-аздан ұнымызды сеуіп, қамыр жасаймыз. Ұнымыздың көп қосудың қажеті жоқ. Көп қосатын болсақ, қоржымыз қатып кетеді. Төменге 400-500 грамдай ұн деп жаздым. Қоржымызды рулет тәріздесі етіп созып, 6 бөлікке бөлеміз. Қоржымызды дөңгелек етіп жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Өте жұқа болуы керек. Әсел пешімізде 180 градуста 3-5 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, тек қызарғанша пісіреміз. Енді біз креміне кірісеміз. 500 грамм сүтті кастрөлімізге құйып ысытамыз. 2 жұмыртқамызды жарып салып, араластырамыз. Шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Кукурузный крахмалымызды да саламыз. Isытылған сүтіміздің жартысын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тез араластырып тұруымыз қажет. Астында жұмыртқамыз бар, пісіп кетуі мүмкін. Енді қалған сүтіміздің үстіне құямыз. Орташа отқа қойып, араластыру арқылы қоймалжың масса жасаймыз. Сармайымызды саламыз, жақсылап араластырып тұруымыз қажет. Асты жабысып қалмауы керек. Пышақтың ұшымен аз ғана ванилин саламыз. Ванилин тек дәм беру үшін. Креміміз 3-5 минут аралығында дайын болады. Қатты тезірек былғап тұрғанымыз дұрыс. Міне біздің креміміз дайын. Кремімізді ысында қалдырмаймыз, бөлек ыдысқа салып суытып аламыз. Қоржымыздың үстімізге жағып жатырмыз. Міне әдемі болып кремімізді молынан жағып жатырмыз. Қалған қоржымызды езіп тортымыздың үстіне себеміз.
Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Инста каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздер менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта торттардың басқа түрінде жасап көрсетемін. Өте дәмді, жұмсақ, мамықтай болып шықты.